Бүгінгі әңгімені сұрақтан бастағым келіп тұр. Жала жапқан кім? Бұл сұрақтың жауабы сізге де қызық болса, 2-ақ минут уақытыңызды қиып, назар салыңыз. Менің атым Алмас Алтай. Бұл оқиға мына посттан басталды. Бұл посттың жазылуына түрткі болған жайт Telegram арналарда қаптап кеткен мынау мақалалар еді. Ал дәл осы пост жазылған соң, мені тілдеген Динаның да посты жарық көрді. Менің жанашырларымда көп қой. Жанашырларым менің постыма лайк басып пікір жазды, ал жанашырларым болса менің жекеме Динаның постын жіберді, скрин жіберді. Әйтеуір мені тілдеген апамыздың постын жан-жаққа таратып бір жасап қалды. Алмас Алтайды бір мұқатып алғандарына бек риза. Не болатын ектір? Не болып жатырдың жерде өзі? Біз жала жаппаймыз. Біз жазсақ, бірдеңеге сүйеніп жазамыз. Нақты дерек пен анық ақпаратқа сілтеме жасаймыз. Телеграмдағы, сайттардағы мақалалар әлі тұр. Жала болса, соларды неге жауапқа тартпайды? Демек, бізді жалақор дегеннің сөзі жала, бізді пропагандист дегендердің өздері біреудің сойылын соғып отыр. Ол неге? Неге-то? Осылай неге? Динаға тиіскен біз емес. Қаринның құйыршығы Ақорданың адамы деп тілдеп сыйын кетірген өзі. Әйтпесе бізге Дина деген адамның бар жоқ бірдей еді. Әдетте бұндай айыптауларға жауап беріледі. Жауап әдемілеп беріледі. Өйткені Қазақстан мемлекетінің позициясында елдің тыныштығы мен тұрақты дамуын жазып жүрген адамды жазықсыз тілдеу қалай жауапсыз қалады? Жалпы Динаның түсінігі әрпіл-тәрпіл. Оның ойынша күллі қазақ тек сол түшкірсе жарекмалла деп отыру керек. Ал біреу қарсы пікір жазса, шашын жұлып, құйыршық пропагандист деп топырақ шашып шыға келеді. Маған Динаның не дегені қызық емес негізі. Оның пікірі де бештейін. Пропагандист дегенде жабысып болмайды, көңілім жаздағыдай. Өзім ешкімнің жеке басына тиісіп, біреуді тілдеп, біреуді қарғап отырмаймын. Мен энергиямды біреуді қарғап сөйлеуге, боқтап балағаттауға жұмсағанша, өз энергиямды өзіме жақсы тілек тілеуге жұмсаймын. Сіздер де сөйтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.